Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын тауық етінен дайындалатын стрипсидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт сізге ұнайтыны сөзсіз, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Видеода көрсетілгендей кесіп шығатын боламыз. Көлемін өз қалауыңыз бойынша кессеңіздер болады. Енді кілярымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға ұнымызды саламыз. Паприка қосамыз. Тұз қосамыз. Бұрыш қоспасын қосамыз. Және де ащы болғанын қаласаңыз, қызыл бұрышты көбірек салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқамызды қосамыз. Суымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай сұйық масса дайын болды. Енді дайындап турап алған тауығымызды осында саламыз. Және де жақсылап маринадталғанша 1 сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Тауығымыздың сырты қытырлақ болушы үшін кляр дайындаймыз. Ыдысымызға ұнымызды салып аламыз, паприка қосамыз, бұрыш қоспасын қосамыз, тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер де ащы болғанын қалайтын болсаңыз, қызыл бұрышты көбірек қоссаңыздар болады. Мінекей енді 1 сағаттай уақыт өткеннен кейін тауығымызды пісіретін боламыз. Жаңағы дайындап алған құрғақ массамызға тауығымызды жақсылап аунатып, баяу отта пісіретін боламыз. Мінекей біздің стрипсиларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сырты барлығы қытырлақ болып, іші толықтай пісіп, күшті болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.